түзету, коррекция жұмыс бағытында тіл мүкістігін болдырмау мақсатында сужок терапиясын массаж ретінде қолдануға болады. Сужок терапиясын медицинада өте көп қолдану себебі қолдары қозғалмайтын арнайы балаларға ұсақ саусақ моторикасы барлық дене мүшелері жақсару мақсатында. Сужок терапиясы дүниетануын дамытып қамтамасыз етеді. Балалардың эмоциялық қуану, сенім, ренжу аумағын қамтитын ең танымал әдіс болып табылады. Өз жұмысымда сужок терапиясын саусақтың және қолдың шоғырына массаж ретінде қолданамын. Үлкен саусаққа әсер ету өте маңызды. Ол адамның бас бөлігіне жауап береді. Саусақтың ұштары және аяқтың тырнақтары бастағы ми бөлігіне жауап береді. Қорыта келгенде, сужок терапия аса тиімді, қол жетімді, қауіпсіз әдіс. Алақан және табандағы белсенді нүктелерді уқалау арқылы дыбыстарды түзету жаттығулармен тіркестіруге болады. Сондықтан сужок терапияны балалардың тіл мүкістігін түзету жұмыстарында қолдануға өте тиімді.